Облыс әкімінің қолдауымен облыстық бюджеттен барлығы 311 миллион 216 мың теңге қаралған бас мердігер жылу 2021 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Аудан әкімі көпір елге ұзақ қызмет ету үшін құрылысы сапалы салу аса маңызды екенін атап өтті. Сол мәселені биыл аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлының қолдауымен облыстық бюджеттен жобалық сметалық құжатқа сәйкес 331 миллионға жоба дайындалған. Бүгінгі таңда сол көктем айында құрылыс монтаж жұмыстары басталды. Қазіргі таңда кеше желтоқсан айында осы үлкен біздің елді мекенге қатынайтын көпірімізді пайдалануға бердік. Бұл жердегі сіздермен алғанда ардагерлермен ауыл тұрғындарын алып келіп осы құрылыс монтаж жұмыстарын біткені жөнінде сіздермен таныстыру мақсатында. Жалпы енді мынау Төңкеріс ауылдық Тұран ауылдық округіне тоқталатын болсақ, бүгінгі таңда 550 отбасы бар, 3340 адам тұрғындар тұрып жатыр. Енді бұл үлкен ауданымызда іргелі ауылдардың біреуі. Халық игілігіне табысталған көпірдің екі шетіне тұрғындар қауіпсіздігі үшін жаяу жүргінші жолдар да салынған. Құрылыс нысанында ауыл ардагерлері көпір құрылысы жұмысына оң бағасын беріп, аудан әкіміне ризашылықтарын жеткізді. Как маман ретінде білем, өзім құрылысшымын, сапалы жүрді деп ойлаймын. Кішкене жұмыстар бар, ол кісілерге де оның келешекте өзі 4-5 жылға дейін біздің айтқанымызды істеледі, Құда қаласа оны біз дефектіні бітіреді. Кепілдіктер бар. Біздің енді бұл ол кісілерге мен шындығына келгенде өзім личный алғысымды білдіргім келеді. Ұлт даналығында құдық қазған, көпір салған және ағаш еккен деген 3 сауапты іс бар. Бүгінде сол сауаптың ең күрделісі және маңыздысы орындалды. Халықтың сұранысына сәйкес қажетті жұмыстардың легі мұнымен тоқтамақ емес. Назгүл Қаштаева, Сабыржан Қаратаев, Индира Райзова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Шиелі ауданынан.